Сәлем достар. Қазақ тілді IT саласы бойынша тақырып қозғайтын біздің YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі менің көрсетейін отқан тақырыбым презентация жасаған кезде, PowerPoint бағдарламасымен жұмыс жасаған кезде қандай қызықты нәрселерді білу керек. Сол туралы көрсететін болам. Қазір фигуралар мен картинкаларды қалай біріктіріп, мықты эффекті жасауға болады. Сол туралы тоқталатын болам. Ал менің алғашқы көрермендерім болса, көріп отқан каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Онда ендеше кеттік. Басамыз, презентацияға кіреміз. Так, презентацияға кіреміз. Кез келген бір бетті алып аламыз дайын. Осы жерде сіздерге көрсетейін дегенім фигураларды табамыз. Фигуралар мына жерде бар барлық. Мысалға эллипсті аламыз. Shift батырмасын басып тұрып, осындай үлкендеу бір нені алып аламыз. Енді осыған форматына кіреміз. Осының сыртында тұрған выровнять дейміз. Осыны белгілеп аламыз. Бірінші выровнять по центру дейміз, посередине. Дәл ортасына қою үшін, одан кейін выровнять по горизонтали дейміз, выровнять по вертикали дейміз. Былайынша айтқанда біз осы шеңберді беттің дәл қақ ортасына қойдық. Енді ары қарай не істейміз? Так, енді таңдап алдық. Осы жерде контур фигуры дейді. Мысалға, сыртындағы нананы бассам, сыртындағы шеңбердің сыртындағы контурды көріп тұрсыздар. Қандай түсті алам, соны алады. Сол контурды әдем болу үшін алып тастаймыз. Енді осыған басып, оң жағын басып, формат фигуры дейміз. Осы жерден рисунки и текстураны басамыз. И файл дейміз. Мысалға, сіз текстураларды қойыңызға болады, кез келген түстерді қойыңызға болады шеңберге, бірақ біздің мақсатымыз оған әдемі фон қою. Мысалға, осындай бір фонды алайын. Көріп отырсыздар. Міне, шеңберге өзіме керек картинканы қойдым. Енді осыны белгілеп аласыздар. Ctrl-K, Ctrl-V-ны басасыздар. Менде екі копия бар. Екіншісін Shift арқылы басып тұрып түсіремін ортаға. Енді бұны да форматқа кіріп, выровнять по середине дейміз, выровнять по горизонтали, выровнять по вертикали. Енді біздің шеңберіміз тура дәл қақ ортасына түсті. Оны енді не істейміз? Белгілеп аламыз. Форматқа кіреміз. Заливка фигуры дегенді басасыздар и ақты таңдайсыздар. Біле, осындай әдемі фигураларды біріктірдік. Енді екеуін белгілеп алып, тағы да дұрыстап жерек. Выровнять по середине, выровнять по... Так, горизонтали бәрі қойылып тұр, дәл ортасында тұр. Енді міне осындай әдемі, былайынша айтқанда балванка сияқты нәрселерді жасауға болады. Енді таңдап аламыз, екі рет чертеміз. Соның ішінде, осының ішіне кірген кезде мынандай нәрсе бар, эффект фигуры деген бар. Соның ішінде рельеф, мынаның астындағы үшінші тұрғанды таңдайсыздар. Көрдіңіздер, әдемі болды. Мынағанда екі рет чертеміз, рельеф, эффект автофигурының ішіне өзіңізге келген рельеф таңдайсыздар. Мен мысалға небольшое углубление деген таңдайын. Енді қарап отырсаңыздар, енді более әдемі болған сияқты. Көрсетейін дегенім осы сіздерге осы. Мысалға бит қозғалып кету мүмкін кез келген фигура. Оның бір жақсылап жасайтын тәсілі екеуін таңдап, выровнять по середине дегеннен кейін екеуін оң жағын басып, группировать дегенді бассаңыздар, екеуі бірге қатар бір сурет болып бекітіледі. Енді кез келген жерге тартатын болсам, менде көрдіңіздер, осылай қозғала береді. Міне осылай түсіремін, кішкентай болуға болады, өзіңізге керек размерді алуға беруге болады. Міне енді тағы да бір фигураға жасап көрейік, түсінікті болу үшін сіздерге нақтырақ. Звездочканы алайын, былайынан қоямын звездочканы. И осыған нені алып тастаймыз?
контур фигурада, нет контура дейміз, сыртындағы контурды алып тастаймыз. Енді осыған барып, оң жағын басып, формат фигуры дейміз. Осы рисунок и текстура қамаңыздар, файлдың ішінен керек бір әдемі объектіні қоясыздар. Міне, көрдіңіздер, мен осындай қойдым, болмаса бір гүл қояйық дегендей. Өзіңізге енді керек, эффектіңізге байланысты осындай әдемі суреттерді қойып тренировка жасасаңыздар болады. Так, давайте мен басқа бір осындай әдемі фон қояйын, жабайын. И осығанда екі рет шертіп, эффект беріп көрейік, тен беріп көрейік. Тен емес, бұл жерде рельеф берейік. Давайте осындай әдемі бір рельеф берейік. Міне, осындай қызықты фигуралармен ойнап, суреттермен не бір осындай суреттерді қойып эффекттер жасауға болады. Енді бұның қасына әдемі болу үшін мына жерде енді менің қайтадан разгруппировать дейік. Мына жерде менің нем үлкен болып кетсе керек. Так, давайте мен қайтадан бірінші осымен жұмыс істеп көрейін, осыны кішірейтіп алайын, сіздерге әдемі түсінікті болу үшін. И осыны бағанағыда екі рет басамыз. Выровнять по середине, выровнять по распределить по горизонтали, распределить по вертикали. Мен сонда получается координата бойынша, горизонтали, вертикали бойынша фигурамды беттің дәл ортасына алып келдім. Қосымша оны посередине дейді, ортаға ығыстырдым. Міне, осылай әдемі болады осындай фигураларды. Енді бұларға қосымша сіздерге керек тағы да қызықты нәрселер жасау үшін Google-ға кіресіздер, скачать иконки бесплатно деп жазасыздар. Мысалы, бірінші тұрған бір сайтқа кірейік кез келген. Осы жерде тіркеліп аласыздар міндетті түрде. И мына жерге бір қандай, мысалға, цветы деп көрейік. Әдемі болу үшін, или бір кез келген иконкаларды іздейсіздер өздеріңіздің темаға байланысты. Мысалға, мен скачать етіп алайын. Сіздер тіркелесіздер бірінші, мен тіркеліп қойғанмын, скачать. Тағы да бір-екі цветы алайық, мына жерден бір әдемі керек буфет, мысалға, наны алып көрейік. Скачать, бесплатно, сохранить. Міндетті түрде загрузкаға кіреміз. Өзімізге керек иконканы алып алдық екеуін. Так, слайдымызға барамыз. Так, не болып кетті? Қайтадан барамыз. Біртіндеп алып көрейін. Бірінші 48-ді апарайын. Одан кейін екіншісі бізде 96 керек. Скачать етіп алған. Соған барамыз, ставить етеміз. Жоқ, 48-96 бізде бірдей болып кеткен сияқты. Так, көрейік тағы да. Бірінші ашып тексеріп алайық. Осы бізге осы керек біріншісі. Осыны өзіңізден көшіріп алған иконканы қоясыз. Міне, көрдіңіздер? Осындай иконкалар өте күшті көмектеседі слайд жасаған кезде. Осындай эффекттерді қойып, кез келген жерге осындай иконкаларды пайдаланып, өздеріңізге керекті қызықты нәрселерді жасасаңыздар болады екен. Так, давайте мына жерден копировать етіп, звездочкаға оралайық. Осындай иконкаларды ортасына қойып деген сияқты. Енді өзіңіздің фантазияңызға байланысты осындай қызықты нәрселер қойып жасауға болады. Сіздерге қалай иконкаларды қою керек, осындай фигуралармен қалай жұмыс істеу керек, көрсетейін дегенім осы. Ұнаса, міндетті түрде лайкты басуды ұмытпаңыздар. Осындай қызықты нәрселерді біліп жүріңіздер. Мүмкіндік бар. Ең бастысы каналымызға тіркеліп, пікірлеріңіз болса жазыңыздар. Қандай видеолар сізге түсірген ұнайды, соны ескеретін боламыз. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.